Қыс келгенде жануарлардың өмірі өзгереді. Суық болады, қар қалың жауады, тамақ табу қиындайды. Сондықтан әр жануар қысқа әр түрлі дайындалады. Аю қыста ұзақ ұйқыға кетеді. Күзде ол көп тамақтанып май жинайды. Қыс бойы орманда тамақ табу қиын болғандықтан аю інінде жатып ұйықтайды. Осы кезде оның жүрегі баяу соғады, денесі азырақ жылу жұмсайды. Бұл аюдың суықтан және аштықтан сақтану жолы. Қоян қыста түсін өзгертеді. Жазда ол сұр немесе қоңыр болады, ал қыста ақ түске енеді. Ақ қардың үстінде ақ қоян көзге түспейді. Осылайша ол қасқыр мен түлкіден жасырына алады. Сонымен қатар қоянның жүні қыста қалыңдап, оны суықтан қорғайды. Құстардың кейбірі қыста жылы жаққа ұшып кетеді, себебі қар түскенде олар тамақ таба алмайды. Жәндік жейтін құстар жылы елдерге ұшады, ал кейбір құстар қыстап қалады. Олар ағаштың бүрін, дәнді, жемді жейді. Қыстап қалатын құстар адамдарға жақын жүреді, жем салғыштан тамақ табады. Осылайша әр жануарлар қысты өз жолымен өткізеді. Бірі ұйықтайды, бірі түсін өзгертеді, ал бірі жылы жаққа ұшып кетеді. Табиғат әр жануарға қыстан аман шығудың жолын берген.